Тіс берісі, ажалдың әуені. Аянның 8 жастағы қарындасы Әмина бір күні сүт тісінің түсіп қалғанын қуана айтып келді. Анасы оған: бүгін жастығыңның астына тісіңді қой, таңертең тіс берісі саған сыйлық тастайды деді. Бұл ойын секілді көрінді, бірақ түнде бәрі өзгерді. Сол түні Аян түн ортасында оянып кетті. Қараса бөлмесінде бірдеңе қозғалғандай болды. Терезеден әлсіз ғана жарық түсіп тұр. Айналасына көз салды. Қарындасы ұйықтап жатыр. Бірақ жастығының жанында бірдеңе түртініп жүргендей. Бұлыңғыр көлеңке, кішкентай адам сияқты. Бірақ қолдары тым ұзын, саусақтары тістей өткір. Тікенек тырнақтарымен жастықты жайлап түрткіп тұр. Аян қозғала алмады. Дене мұздап кеткендей. Көлеңке тісті алды және терезеден ғайып болды. Келесі күні таңертең Әмина қатты қуанды. Жастығының астынан кішкентай күміс монета тауып алды. Бірақ сол күннен бастап қыз мазасызданып кетті. Ол ұйықтар алдында: аға, ол маған қарады. Көздері қара емес, қанды еді, деді. Аян басында жай қорқыныш шығар деп ойлады. Бірақ әр түн сайын Әмина көзін жұмса, тіс берісі қайта келетінін айтып жылай бастады. Ол менің артымда тұр. Ол тағы тісімді алғысы келеді. Бірақ бұл жолы тіс қана емес, деді. Анасы бәрін ойын деп санады. Бірақ 3-ші түннен соң Әмина жоғалып кетті. Әмина жоғалған түнде Аян бөлмесінде тағы сол дыбысты естіді. Бірақ бұл жолы көлеңке оның жанына келді. Ол тіс берісі болатын. Аян оның жүзін көрді. Бұл ешқандай періште емес. Ол ескі, өлі терімен жабылған, жіңішке, қисық денелі жаратылыс болатын. Тістері өткір, көзі жоқ, тек түнек қана. Аузынан шіріген тістердің иісі шығып тұрды. Ол маған: бір тіс, бір жан, деді. Сол сәтте Аян есінен танды. Аян Әмина жоғалған соң іздеу басталды. Бірақ ешқандай із, белгі қалмады. Тек жастығының астында тағы бір монета жатты. Осыдан кейін Аян ауладағы ең қарт адам 93 жастағы Күлтай апаның үйіне барды. Ол тіссіз еді. Аян сұрады: тіс берісі бар ма? Күлтай апа көзіне жас алып: балам, ол бұрын тек аңыз болатын. Бірақ шынайы екенін кеш түсіндім. Біз бала кезде тісімізді ағаштың түбіне көметінбіз. Себебі тіс берісі жер асты жаратылса, егер тісті өзіне апарсаң, ол сені байқамай кетеді. Бірақ егер сен тісі жастықтың астына қойсаң, ол түнде саған келіп жаныңды да алып кетуі мүмкін. Аян кітапханаға барды. Онда жоғалған балалар атты көне қолжазба тауып алды. Онда былай деп жазылған: тіс берісі ежелгі рух. Ол алғашында қабір қазушылар арасында пайда болды. Адамның тісінде оның жанның бөлігі болады деген сенім бар. Ал тісті алған сайын ол күшейе түседі. Егер бала қорықса, оның жаны тәтті болады. Қолжазбада 1907 жылдан бастап жоғалған 11 баланың есімі жазылған. Олардың бәрінің ортақ белгісі түсі түскеннен кейін жоғалған екен. Аян үйге келгенде түнде біртүрлі дыбыстар ести бастады. Айналдыдан тұрғанда артында біреудің қарағанын көрді. Ол қорықты. Сол түні түсінде періште келді. Бірақ бұл періштенің бетінде тіс жоқ, тек бос, қара тесік. Ол былай деді: Әмина менімен, ол тістер әлемінде. Тіс берсең, жаның аман қалады. Тісің болмаса, өмірің талап, деді. Келесі күні Аян жергілікті бейітке барды. Онда ежелгі бейіттастардың бірінде мынандай сөз бар еді: мен сені көрем, мен сенің тісіңді сезем, мен сенімен болам. Ол тастың жанында шетінен көмілген тістерді тапты. Адам тістері бірнешеу. Олардың арасында Әминаның атын жойып жазған күміс монета жатты. Аян бұл жаратылыспен күресу үшін бір шешімге келді. Ол түнде тісін өзі жұлып алды. Жастығының астына қойды. Сол түні тіс берісі қайта келді. Сен өз еркіңмен бердің, деді ол. Мені алып кет, бірақ қарындасымды босат, деді Аян. Кенет түн тыныштыққа айналды. Терезеден жарық түсті. Есік ашылды. Әмина кірді. Бірақ
Оны көздері бос, тістері жоқ, жансыз күйде еді. Ол енді саған тиесілі емес, деді тіс перісі. Аян таңертең тірі қалды, бірақ тісі жоқ еді. Сол сәттен бастап ол сөйлей алмай қалды. Қаланың сыртындағы ескі мектепте қабырғада жазу табылды: бір тіс, бір жан. Тісің бар ма? Онда ол келеді.